Армысыздар ағайын, міне кезекті влог Қазақстан премьер-лигасы. Бүгін Астана аренада елордалық клуб Мақтааралды қабылдайды. Енді бұл кездесудің фавориті белгілі, әрине Астананың мықты екені айқын ғой. Дегенмен бүгін Junior Кабананга өзінің бұрын командасына қарсы ойнайды деген бір осы ойынға деген қызығушылық артуына бір себеп бар. Енді сол себеппен бізде қызық ойын болады деп келіп тұрмыз. Мақтааралда бүгін оңайлықпен ұпай бермей, бастысы әділ бәсеке болса, көргіміз келетін сол. Сіздердің де қалайтындарыңыз сол. Ендеше барлығымыз бір мүддеде тоғысып, менің YouTube арнамда жолығып тұрмыз. Мен дәл қазір міне аренаға кіріп келе жатырмын. Ендеше барлығыңызға сәттілік тілеймін. Жақсы влог, жақсы ойын шығады деген үміттеміз. Астана бүгін алаң қожайын ретінде және бос ойынның фавориті ретінде ойынды өте ширақ бастады. Ойын басталмай жатып алғашқы минуттардан Мақтааралдың қақпасына қауіп төндіруде гол соғатын мүмкіндікте болды. Жаңа бұрыштамадан кейін қазірде қуат алсан соққы бағыттаған, дегенмен қақпада сәл қиыс кетті. Бірақ елордалық команда көп ұзамай есепте алға шығуы мүмкін сияқты. Тамаша мүмкіндік болған дәл қазір Марин Томасовта, алайда хорватиялық легионердің соққысы қақпадан сәл ғана қиыс кетті. Үшінші мүмкіндік. Ал ойынның басталғанына бар болғаны 7 минут енді болды. Елхан Астанов Астаналық команданы алға шығарды. Ал ойынның бар болғаны әлі 7-ші минуты жағана мен таблоны көрсетіп үлгердім. Астанада гол соғып үлгерді. Есеп 1-0 алда елордалықтар. Мақтаарал қақпашысы бүгін өзіне сенімді тұрып жатқан жоқ. Көп қателігісуде допты бірден бақылауында ұстап қалу қиын болуда. Жаңағы Елхан соққан голдың бір үлесі осы қақпашыда десек артық айтқандық емес шығар. Тегіс жерде сүрінді деймін, міне қателеспейтін жерде болмашы қателік жіберіп жатыр Мақтаарал ойыншылары. Қазір алғашқы 20 минут артта қалды. Әзірге бір байқалатын нәрсе, бұл елордалық команда бүгінгі ойынға жылдам гол соғу деген тактиканы мақсат тұтып шыққан, және бұл мақсат жүзеге асты. Және елордалық командаға тағы да бір бәрекелді дейтініміз, бүгінгі ойында өзінің фаворит екенін сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде көрсетуге барынша тырысып жатыр. Яғни бұған дейін елордалық команда өз алаңында ұтылған сәтте де, ұтқан сәттінде де бір ойындарында бір соншалықты сенімділік байқалмайтын. Ал бүгін өте сенімді ойнап жатыр. Қазір төреші өзінің VAR жүйесінде отырған көмекшілерінен сұрап көріп жатыр, пенальти болды ма деп құлағына қазір хабарлауы керек.
болмады ма? Жоқ, болмаған екен. Міне ойынды жалғастырды. Бұл жерде елордалық команда тамаша мүмкіндік болған. Елордалықтар да есепте еселейтін, бірақ бұл мүмкіндікті ұмыт жібермеді. Дегенмен екінші гол көп күттірмейтін секілді астаналықтардың әзірге өте мықты ойнап жатыр. Ойыннан тыс қалған екен бұл жерде. Дегенмен Абат Айымбетовте әдемі мүмкіндік болды гол соғатын. Алайда Абаттың бұл жолғы соққысы қақпадан қиыс кеткен еді. Офсайд болмағанда да гол кірмегенін көрдік. Мақтарал қақпашысы өте сәтсіз ойнап жатыр бүгінгі ойында. Алдына келген допты дұрыстап ұстап ала алмайды. Алысқа қайтарып жүретін орнына тек қана алдына ғана қайтарады. Қазір Мақтаралдың жаттықтырушылары, қақпашылардың өз жаттықтырушысы бар ғой, сол Арамға айтып жатыр. Байқап ойнасай, сенімді ойнасай, неге алдыңа тастай саласың, әрірек қайтарсай дегенді. Арам түсіндім деп қатесін мойындап, қолын көтеріп кешірім сұрады. Яғни қақпашы жарты команда дейміз ғой. Осылай қақпашы сенімсіз ойнаса, бұл бүкіл командаға беріледі. Сондықтан Мақтарал қақпашысы өзін-өзі жинамаса, оған ешкім көмекке келмейді. Ал есеп болса, ұлғая беретіні сөзсіз. Қақпашы тағы да қателесті қазір. Байқасаңыздар, Арам жай ғана көтерілген мынада, жай ғана. Соны қолмен қағып жіберудің орнына дұрыс қағамады. Міне қазір бапкерлер тағы да сенімсіз ойнаған Арамға ақыл айтып жатыр. Мақтарал қақпашысы әлі өз-өзіне келер алмас. Неге соншама паникада тұр? Өмір бойы жасап келе жатқан жұмысы ғой, неге сонша қорқады? Чемпиондар лигасы ма? Қазақстан премьер лигасында ғой. Мақтарал үшін де бірдеңе маңызды болып сонша шешіп жатқан жоқ. Біз естірді дейтіндей. Неге сонша қорқып ойнап жатыр деген сөз керек. Бапкерлер жұмыс жасау керек, немесе алмастыру керек секілді мына қақпашыны. Марин Томас. Абат Айымбетов дәл қазір есепті еселеді. Тағы да қателескен Мақтаралдың қақпашысы Арам өте арамсың демей ақ қояйын. Қалай мынандай доптарды жіберіп жатыр? Білмедім мен. Мақтарал қазір бапкері қақпашыны алмастырып, басқа қақпашыны қойса, мына Арамнан нашар тұру мүмкін емес бүгінгі ойында. Дәл қазір мен алаңға шығарсам, мен Арамнан әлдеқайда жақсы тұрып берем. Рас айтамын. Арам қазір спокойно деп айтып жатыр. Енді бәрі кеш секілді. Спокойно деп өзіне айту керек еді Мақтарал қақпашысы. Өзі спокойно голдарды жіберіп жатыр, сөйтіп өзінің әріптестеріне спокойно ойнаңдар дейді. Ал қақпашы командасын жігіттерді подводить етіп атса, жігіттерді жерге қаратып атса, оларда қаяқтан сенім болсын. Арамның алғашқы сейві. Мақтарал қақпашысы енді оянған секілді. Әлде жаңағыдай екі гол жіберіп алып өзіне сенімділік оянды ма екен? Эбонгтың соққысын қайтарды қазір. Junior Кабананга қазір қорғаушыларға көмекке келді. Junior қазір өзінің бұрынғы әріптестеріне қарсы ойнап жүр. Ойын тәртібі бұзылды, айып соққысын тебетін болады қазір астаналықтар. Және ескерту. Төреші ысқырғаннан кейін допты теуіп жүрді. Төреші ескертуді дұрыс берді. Неге тебеді? Ойын тәртібі бұзылды. Өзі бұзды. Төреші ысқырды. Бірақ 81 нөмірдегі Каримов қазір өзін кәсіби ойыншы ретінде көрсете алмады.
жақсы, әдемі. Орега. Әдемі соққы бағыттаған қақпашы қазір өз орнынан табылды. Астаналықтардың қарқыны уақыт өткен сайын артып баратыр. Қазір 43-ші минут өтуде есеп 2-0. Бірінші тайм аяқталам дегенше астаналықтар 3-ші голды соғып үлгереді ме көрейік. Соққысы келетіндей тырысып жатыр. Мүмкіндіктер бар. Қалай болады? Міне біз ауыз жиып үлгергеніміз жоқ. Елордалықтар 3-ші гол соғуға жақын болған. Тіпті қақпашы да көмекке келмейтін сәтте Мақтааралдың қорғаушысы допты бос қақпадан алып шықты. Есеп 2-0 болып сақталды. Екінші таймға интрига қалады ма? Мақтаарал оянады ма? Қалай болады? Ал тоқтар, жарайсың. Иди, блядь, просто иди. Мақтаарал есеп айырмасын қысқартатын тағы бір мүмкіндікке ие болған, алайда Тоқтар Жаңғылышбайдың соққысын қазір Чондрич қайтарды. Есеп әлі де 2-0. Ал ендеше есеп айырмасы әлі қысқаратындай бір мүмкіндік бар, бірақ Мақтааралдықтар өздерінде бар мүмкіндікті пайдалана алмай жатыр. Бірақ елордалықтар неге екені белгісіз, сәл қарқынын бәсеңдеткен секілді. 3-ші голды соға ма? 3-ші голды жалпы кім соғады? Осы бір қызық болып тұр. Егер Мақтаарал соқса, әрине интрига артатын еді. Ал Астана командасы 3-ші голды соқса, онда ойын тағдыры шешілді дей беріңіз. Ал 2-0 бұл футболдағы ең қауіпті есеп. Мақтаарал айтып бүйтіп жүріп әйтеуір соққы бағыттап еді, оның өзін офсайд деп қазір төрешілер допты елордалықтарға берді. Жалпы есеп 2-0 болып қалатындай. Астаналық команда бірінші таймда жылдам гол соғу деген мақсатын орындады. Есепті еселеп алды. Екінші таймда эконом режим дейміз ғой. Осындай күшін сақтап, келесі ойындарға асықпай ойнап, қосал құрамдағы ойыншыларын шығарып, сондай бір еркін ойнап жатыр. Мақтаарал осыны пайдаланып таразы басын теңестіргісі келуде, бірақ ойынды құтқарғысы келеді. Әзірге ол мүмкіндікті жүзеге асыра алмай жатыр. Негізі бір гол соқса, Мақтаарал ойын қыза түсетін еді. Елхан, қалай жағдай? Уалейкум ассалам. Соғылған гол құтты болсын. Гол құтты болсын. Қазір ғана біз Ерханмен сөйлесіп жатқан сәтте елордалық команда 3-ші голды соққан, алайда офсайд деп, ереже бұзылды деп бұл голды есептемей қойды төрешілер. Вардан қарады және бұл гол расымен де ойын ережесіне сай соғылмаған екен, сондықтан есеп өзгеріссіз. Ойынның негізгі уақыты әлде қашан түгесіліп қойған. Қазір төреші қосқан қосымша уақыттың да соңғы секундтары сырғып өтіп жатыр. Міне. Осымен бірінші тайм аяқталды. Ойын аяқталды. Есеп 2-0. Бірінші таймдағы есеп өзгерген жоқ. Және елордалық команда сенімді, әділ жеңіске жетті. Әрине, Астана өте тәжірибелі, менталитет победителей деген бар ғой, сондай көрініп тұр. Чемпионский дух бәрі Астана командасына тиесілі.
және біз де барымыз салдық. Бірақ бүгінге командалардың уровені деңгейі да осындай счеттағыдай. Но біз бұлмен қолымызды түсірейін деп жатқан жоқпыз. Біз алға қарай жұмыс істеп күнде алға қарай ұмтылуға тырысамыз. Өзіңде гол соғатын әдемі мүмкіндік болды жаңа. Не жетіспей қалды деп ойлайсыз орда? Енді білмеймін не жетіспей қалған. Жоқ, бүгінгі ойынға бір ерекше бір настроймен шыққаның байқалып тұр да. Әрине әр ойынға сондай настроймен шығамыз. Бүгін жақсы пастар шықты. Командаластарым жақсы пастар берді, бірақ өкінішке орай сала алмай қалдым. Енді тағы да жұмыс істеу керек. Сондықтан қолымызды түсірмей алға қарай ұмтылып, біз соңғы орыннан үстіге көтерілеміз деген үміттеміз. Біз бір-бірімізге сенеміз. Не жетіспей жатыр Мақтарал қазір неге соңғы орында тұр? Шынымды айтсам, білмедім. Біз ойына барымыз салып жатырмыз. Енді білмеймін, шынымды айтсам. Алланың жазуы, бірақ жұмыс істеп жатырмыз, тырысып жатырмыз. Бүгін күнге осындай нәтиже көреміз. Сәттілік онда, рахмет. Елхан, ал бүгін Астана сапындағы голыңды соқтың, Қазақстан премьер лигасындағы. Қалай болды ойын жайлы, өзіңнің голың жайлы айтып кетсең? Көптен күткен гол еді енді бұл. Кубокта алғашқы голдарымды салдым. Енді чемпионатта да салғым келеді, енді Алланың қалауымен салдым. Бәрі жақсы. Келесі ойынға енді дайындаламыз, Шымкентте өтеді Мақтаралға қарсы. Енді Мақтаралды енді өзің туған өлкеге алыс емес қой, сондықтан бір ерекше настрой болды ма, қалай өзі? Ерекше настрой әр ойында болады менде. Барлық қандай соперник болсын, таблицада астында бола ма, төбеде бола ма, бәрібір все равно настроймен шығу керек. Сондай настроймен шығып, енді Құдай қаласа жеңдік. Жанкүйерлер өзіңді негізгі құрамнан көргісі келіп жүр. Неге жиі негізгі құрамнан орын бермей жүр деп ойлайсың? Енді білмеймін, алдын ала айта алмаймын ғой бәрін. Енді ойынмен көрсетіп тырысып, енді бәрін дұрыс болады деп ойлаймын. Астанаға ауысқаның өкінбейсің ғой? Жоқ, өкінбеймін. Бәрі жақсы. Тамаша, алдыға мақсат, жоспар? Алдағы мақсат енді бәріңіз білесіздер. Барлық ойыншы енді Еуропада ойнағысы келеді. Соған тырысамын енді, иншалла. Тамаша, сәттілік тілейміз Елханжан. Құтты болсын гол. Голың көп болсын. Junior Кабананга жайлы. Кабананганың келісім шарт мерзімі біз жазға дейін деп естідік. Қанша срок Кабананганың несі контрактысы, және ол маусым аралық сбор кезінде гол соғып көзге түскен жоқ па? Не үшін алдыңыздар ондай болса? Кабананганың жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мықты шабуылшылар Астанада жүр. Бізде осындай қалған құтқан шабуылшылар деп отырсыз да енді. Так, Кабананга предложили, просто был и хороший вариант, игрок, который играл в Казахстане, и как бы, у него большая мотивация была вернуться сюда, в Казахстан, снова как бы заявить о себе, как бы громкое имя, посмотрели, там за ним, были матчи хорошие, где в Румынии играл, там в Китае, надеялись на его помощь. Но опять же я повторяю, что у нас очень ограниченный бюджет. Он в сборе участвовал, показывал себя? Он забил Химкам, мы выиграли Химки. Не скажу, что он сразу вошел. Но, в принципе, были как бы, да, позитивные моменты, что он прибавит. На какой срок его рассчитан контракт? Его контракт на 1 год. До конца сезона? Вы видите, на полгода никто не подписывает контракты. На 1 год. Будем смотреть, будем искать варианты усиления. Если будем как-то решать вопрос. Сколько еще должен ошибаться вот этот Арам, чтобы другой вратарь получил свой шанс? Трудно ответить сразу. Давайте без ответа оставлю этот вопрос. Ну, вы довольны ли вратарем? Мы пропускаем мячи, естественно, я недоволен. Мы не забиваем, естественно, я недоволен атакой. Может быть, игроки мной недовольны, не знаю. Во-первых, хочу сказать, что в принципе в начале матча, то как мы планировали, то как мы прессинговали впереди, забили быстрые мячи, нас в принципе все устраивало. Дальше так 15 минут было затишье, в основном контроль мяча, но если так подводить итоги игры, то, наверное, если в такой игре забьешь 4-5 голов, будешь довольный, потому что создали столько моментов, что
просто, я не знаю, на 3 игры бы хватило. Подводит, конечно, очень сильно реализация. И забей там Махтарал в конце 1 гол, и сразу бы занервничали, и совсем другая игра. Поэтому здесь, конечно, много вопросов к атакующей линии. Так вообще футбол нельзя играть. Мы только со стандартов могли забить 4-5, там не хватает концентрации, там штангей, там выше с метра не можем забить, 1 на 1 не реализовываем. Ну, это, конечно, все наши внутренние вопросы, постараемся все это быстро решить. Самое главное, что выиграли. Сейчас у нас через 4 дня уже игра на выезде в Махтараль, знаете, да, в связи с тем, что у нас плотный график, или там Лига чемпионов, мы договорились с клубами и перенесли игры на резервные дни. Спасибо. Вопросы, коллеги? Казбек. Спасибо, Егор Константинович, с победой. Спасибо. Во втором тайме команда как-то присела. С чем это связано? То, что просили играть? Ну, не присели, как, что значит присели? Ну, моменты были, зоны были, просто нужно было забивать свои голы, ну, то не реализовали, где-то, может быть, по счету немножко, ну, эпизодами так, отдавали чуть-чуть мяч сопернику, хотя я не скажу, что какие-то такие явные моменты были, хотя, да, в последние там 10 минут у них было 2 удара, где там наш вратарь потащил, где, опять я говорю, нельзя так играть, но в целом это то, о чем я всегда говорю, что здесь должна быть организация, дисциплина, и мы должны управлять игрой на протяжении 90 минут, а этого, к сожалению, во втором тайме не было, да, поэтому это большая работа, понятно, что новая команда, новые требования, но я жду от них, что в каждом матче мы будем видеть прогресс, да, прогресс есть, но не так быстро, как хотелось бы. Бүгінгі Мақтарал жайлы қарсылас қалай болды? Мақтарал жақсы команда, енді білмеймін қалай айтатын, фарк жоқ па Мақтаралда. Сонда қарасам бәрі игроктар жақсы. Маған өте ұнады команда. Ал енді Астананың ойыны жайлы бүгін тактика қалай болды? Бірден бірінші таймнан алғашқы минуттан шабуылға ұмтылдыңдар. Жылдам гол соғуы болды ма тактика? Иә, тактика сразу болды ғой, гол салуға, сосын екінші гол салуға. Көп момент болды ғой, өздерің көрдіңдер. Енді не істейміз? Жұмыс істейміз. Көреміз. Екінші таймда неге шабуылға көп шықпадыңдар? Күшті экономдадыңдар ма, әлде қарсылас мықты болып кетті ма? По счету, может быть, счеттан ойнадық, 2-0 болып. Счеттан сохранить, чтоб счет, чтоб нормально. Қарсыластың қақпашы жайлы не айта аласың? Бүгін бірінші голда көп қателесті, жалпы сенімсіз тұрған сияқты өзіне. Жоқ, қарасай, неше момент алып шықты ол. Бүгін герой матчы беруге болады оған. Неше момент алып шықты ол. Өзің ойың жайлы не айта аласың? Қазір сені негізгі құрамынан көріп қуанып жатыр жанкүйерлер. Басында қосалқы құрамда жүрдің, қазіргі формаң қалай? Жалпы өзің ойың жайлы не айта аласың? Формам қазір травмадан бәрі жақсы. Енді көреміз. Оценканы қалай? Оценканы тренер береді, өздері береді. Мен өзім білмеймін, оценканы өзінің ойын ешқашан айтпаймын. Қалай деп тренерлер көреді, айтады сосын. Так, ұлттық құрамадан көреміз деп үміттенеміз жақында. Жалпы жарақат барлығы толықтай айықтың ғой? Иә, болды, жарақат бәрі тренинг болды, лечение болмады. Полностью алдым болды. Жақсы. Рахмет. Өтке сөйлесіңдер, бір екі бала бар. Аға, біздің бала сырттың баласы демей бөлмесеңізші. Барлығы қазақтың балдары ғой. Осы кісілер бас ал десе шаш алатын осындай стадионның қызметкерлеріне таңғалам бар ғой. Ал 3 бала кіріп кетті, не болды да, не өзгерді? Ал Асланжан, бүгін міне өзіңе деген жанкүйерлердің ықыласы ерекше. Ойын қалай болды? Жеңіс құтты болсын. Рахмет. Ең бірінші бас ұтқанымызға риямыз. Келесі ойынға дайындалайық. Ең бастысы шупайымыз бар. Қазір ойын жақсы ойынға, керемет ойынға келе жатырмыз. Тактикамен, философиямен, ойнайтын моменттармен сол керемет ойынға жылжып жатырмыз. Как будет, приближаемся. Жақындап келе жатырмыз. Соған ең бірінші мақсат сол. Ұту и осы біздің ойымызға жету.
шынымен бүгін байқалды алғашқы минуттан шабуылға ұмтылдыңыздар. Кәдімгідей өз алаңында ойнап жатқан Астананың фаворит екені сөз жүзінде емес, іс жүзінде байқалды. Жылдам гол соғу деген тактика болды ма? Қалай болды? Жоқ. Өз философиямыз, өз ойымыз ойнауға біздің мақсатымыз, ең бірінші мақсат. Соған жеткізіп жатырмыз ойынды. Ал енді мынау Мақтаарал жайлы не айтасың? Неге бұл команда соңғы орында келе жатыр? Не жетіспейді? Оны білмеймін. Өздеріне ете берсін, өз шаруаларына. Так, өзің неге бүгінгі ойында негізгі құрамда шықпадың алаңға? Бапкер не айтты? Бапкер айтқан жоқ, біз дайындалып жатырмыз. Бапкер өзі шешеді, кім ойнайды, кім ойнамайды. Әрине бәрі дайындалады, тренировкада полностью тренировканы бітіріп, қалай айтсам болады? Жарақаттан амансың ғой бастысы, жарақаттан амансың ғой бастысы? Иә, конечно. Жақсы, рахмет. Сәттілік, жеңіс. Все, жақсы, рахмет. Жеңіс күндері жүрсеңше. Ал Абатжан, бүгінгі голдың бірін өзің соқтың, ойын қалай болды және голыңмен жеңісіңмен құттықтаймыз. Рахмет көп. Ойын қалай болды жалпы? Ойын бірінші тайм ойдағыдай болды, екінші тайм шамалы қиынырақ болды. Неден екен ертең талқылайтын боламыз бұйырса. Екінші тайм ойдағыдай болмады, біз ойлағандай. Мынау енді өзің негізгі құрамда шықтың, жағы бірінші голды соқтың, екінші голды соқтың. Жалпы Мақтааралға не жетіспей жатыр дейсің? Және Астана бүгін бірінші таймда өте өзің айтқандай қарқынды белсенді бастады. Жылдам гол соғу деген тактика болды ма? Бапкер не айтты ойын алдында? Иә, жылдам гол соққанда енді әр ойынға солай шығамыз негізі, бірақ енді Мақтаарал өздеріңіз білесіздер ғой, не дегенмен енді премьер лигада қалу үшін таласып жатқан команда болғаннан кейін екі есе күш береді, алдыда өте агрессивный дейді ғой, қазақша қалай? Айта берейік, агрессивный ойнауды талап етті. Сол агрессияның арқасында тез гол соғуға тырыстық. Сөйтіп екі гол салып, мүмкін сол екі гол салғаннан кейін шамалы босаңсып қалдық деп ойлаймын негізі. Бірақ Астанадай команда екі тайм бір уровеньде ойнау керек. Футболда 2-0 өте қауіпті деп жатады ғой. Осыған келісесіңдер ме? Келісеміз, келісеміз. Өте қиын. 2-0 ұтып жатқанда психологически үшінші гол салуға тырысу керек, ондай, чтобы жақсы сезіну үшін команда ретінде. Мына өзіңді де қазір негізгі құрамнан көре бастадық. Жалпы өзіңнің бабың қалай қазір? Бабым жақсы бабым. Енді конкуренция болған жерде әрине всегда өзіңді настройда ұстайсың ғой, всегда. Босаңсымайсың, ең жақсы. Сонымен елордалық команданың жеңісімен аяқталған ойын тәмам. Астана аренада 2-0 деген есеп тіркелді. Осылайша Мақтаарал соңғы орынға түсті. Елордалық команда турнирлік кестедегі жағдайын әжептәуір жақсартып алды. Және ауа райы да керемет болып тұр. Астанаға жаз жеткен секілді. Енді осы алда Еврокубок ойындары бар. Астанаға дәл қазір ұпайды жинап алу аса маңызды. Чемпионат қызып жатыр. Сондықтан барлығымыз осы ел футболын бірге көтерейік, жанкүйер болайық, шын мықтының жеңісіне куә болайық. Менің влогымды қарай жүріңіздер. Айбек Қабылша YouTube арнасына тіркеліп, жазылып қойыңыздар. Барлығымыз отандық футболды бірге дамытайық.